Нам Ханом, я вам соорганизатора дала, у вас все права есть, запись ведется. Конференцию, пожалуйста, сами завершите, хорошо, я в дороге буду. Я потом все почитаю. А запись, вы запись включили, да? Запись ведется, да-да-да, она в облако будет, я ее потом порежу аккуратно и загружу в YouTube. А а а как я запись завершу? А вы Или просто у вас выйдите и все, она... завершится. Окей, окей, окей. Что такое? Саламатсыздар ма? Так, сәл күте тұрайық. Тағы да адам аз что-то. Уже 5 минут болып кетті. Онда бастай берейік. Қосылатын адамдар кейін қосылар онда. Экран көрініп тұр ма, естіліп тұр ма дауыс? Көрініп тұр, саламатсыз ба? Иә, естіліп тұр. Мгм. Саламатсыз ба? Жарайды, мен онда бастай берейін, түсіндіре берейін. Сұрақтарыңыз болып жатса, жолшыбай қоярсыздар, жазарсыздар, иә. Кейде менің даусым жай естіліп кетіп жатса, айтарсыздар, өйткені мен қазір химиотерапия алып жатқам, кейде даусым сәл бәсеңдеу болып кетуі мүмкін. Бүгін бізде тақырып жер сілкінісі. Жалпы біз төтенше жағдайларды екіге бөлдік қой. Техногендік, сосын табиғи сипаттағы деп, иә. Табиғидің ішінде біз кеше су тасқыны, өткенде су тасқыны туралы айтқан болатынбыз. Енді бізде жер сілкінісі, өйткені Қазақстанның географиялық орналасуына байланысты су тасқыны мен жер сілкінісі жиі кездесетін төтенше жағдайлардың бірі. Ал техногендіктің ішінен өрт ол 97% алып тұрған төтенше жағдайдың бірі. Жер сілкінісі, енді қараңыздар, мынадай сұрақ болуы мүмкін. Егер оңтүстік Қазақстан сейсмозонаға кіреді, ал басқа облыстарда өзіңіз тіпті оқытуына дайындалып жүреді да, бірақ басқа пәндерден сұрақтар болады ғой, енді әр оқушылардың әртүрлі санасына қарай, сұрағына қарай. Енді ол сұрақтың да болуы орынды болар. Сол үшін бұл жерде сізге дайын жауап тұру керек. Мысалы, адам баласы жалпы өзінің табиғаты бойынша, өмірлік тәжірибе бойынша бір жерде тұрған адам жоқ, иә. Бұл өте сирек кездеседі. Адам, мысалы, оқушы өмірі болашақ әлі алдында тұрған кезде ол айта алмайды, мен өмір бақи осы бір жаңағы 60-70-ге 80-ге келіп қана айтуы мүмкін. Мен өмір бақи осы туған жер шыққан жоқпын деген сияқты сөз. Ал жалпы мектеп оқушысы ол әлі өмірі қай жаққа қаратай өрісі кеңейтінін білмейді. Сондықтан ол қазірдің күннің өзінде солтүстік не батыс Қазақстанда жер сілкінісі болмайтын жерде тұрақтағанымен, туылғанымен, ол болашақта басқа жерге көшпейтіні, жүрмейтіні, бармайтыны әлі белгісіз. Сондықтан бұл жер сілкінісін ескеру мүмкін. Дәл солай ол алып жатқан білімін да
ойында тұруы мүмкін. Мысалы болашақ спортсмен болуы мүмкін, денесі шынықтыру жағынан ол керемет болуы мүмкін, иә. Бірақ ол сұрауы мүмкін, маған тіл білудің қажеті не деген сияқты, иә, физика, геометрияның. Бірақ кез келген спортсмен ол тамақтануы бойынша, дайындалуы бойынша, шетелге шыққан кезде сұрақтарға жауап беруі, немесе өзіне қолайлы менеджерді таңдауы деген сияқты, соның барлығы ол кәдімгі мектепте алатын біліміне байланысты. Қай мамандық болса да ол өте маңызды. Сол үшін сондай сұрақтар болып жатса жауап бере беріңіз. Өйткені балдар енді қояды ғой небір түрлі сұрақтарды. Жер сілкінісі бұл табиғи құбылыс, иә. Көбінесе жер сілкінісінен қорқады, иә. Қорқыныш сезімі, өйткені жердің жыртылуы, енді опырылуы қорқынышты негізі. Бірақ жер сілкінісінің кезінде болатын салдарлар, әртүрлі шығын, адам шығыны, жалпы мүлік, ол әдетте адамның оған деген қарым-қатынасы, әрекетіне байланысты. Мысалы бізде үй салынғанда немесе ғимараттар салынған кезде оның фундаменті қаншалықты терең, сол да маңызды. Бар ғой үй салуға рұқсат етілмейтін, иә. Бірақ әдемі, енді айналасының бәрі орман, тау, бұлақ болып тұрған соң кейбір адамдар сол ескертуге пысқырмай үй салып алуы мүмкін. Бірақ жер сілкінісі болып үйі сынған кезде ойбай салады, мен үйім кетіп қалды деген сияқты. Так, менде интернет неустойчивый деп тұр, мен естіліп тұрмын ба? Зависать етіп қалыватқан жоқпын ба? Бір аудио жеріңіз дұрыспын ба, дұрыс емеспін ба? естіліп тұр, просто жаңа басында кішкене үзілістер болды, қазір нормально. Жарайды, если что айтып қойыңыз, иә, сәлеметсіз. чтоб мен сөздеп. Естіліп тұр. Дауысыңыз естіліп тұр. Жақсы естіліп тұр. Рахмет. Енді қараңыз, жер сілкінісі бұл негізі көп жиі кездесетін табиғи құбылыстың бірі. Бірақ алмаймыз, өйткені әлемнің жері кең, оның қаншама аймағын су алып жатыр. Мысалы, жалпы тек Алматының өзін алатын болсақ, жалпы Қазақстанды алатын болсақ, онда осы соңғы бір айдың ішінде наурыз бен осы мына сәуірдің аралығында 177 жер сілкінісі болған. Ойлап қараңыз, бір 30 күннің ішінде ғана 177 жер сілкінісі болды. Бірақ оның магнитудасы енді әртүрлі, 3-4-ке дейін адам сезілмейтіні, және де ол алшақ жерлерде, сайдалада болуы мүмкін. Мысалы, егер де жер сілкінісі теңіздің ортасында, мұхиттың ортасында болатын болса, ол цунами деп аталады. Ал егер де жерде болатын болса, ол басқа жерде, ол жай ғана табиғи құбылыс категориясында қала береді. Ал егер де адамның уже тұрмыс тіршілігіне жақын жерде орналасып, оған бір қирау алып келетін болса, онда сол кезде ғана ол төтенше жағдайға айналады. Яғни табиғи қас жау емес, ол просто бар деген сөз, иә. Жер сілкінісін негізі есептейтін жаңа шкаласы магнитуда деп айтып тұрған Рихтер шкаласы. Ол жер сілкінісінің әртүрлі жаңағы көрсеткіштерін белгілеп отырады. Әр жер сілкінісі әртүрлі шкалада белгіленеді. Оны жаңағы кім математика, алгебрадан беретін мұғалімдер соны кәдімгі есептеу арқылы сабақтарында солай қызықты өткізуге болады. Мысалы, бір тақырыпты осы жер сілкінісінің магнитудасына бейімдеу мүмкін, немесе арнайы бөлек бір мастер-класс қосымшалар көрсетуге болады. Мысалы, осы Қазақстанда жер сілкінісі мысалы оңтүстікте болды, бірақ соның кейінгі жаңағы сезілетін авторшок дейтін нәрсесі бар. Кейінгі желпу сияқты, иә, сол солтүстік Қазақстанға дейін жетті, мысалы Астанаға, иә. Бұл былай қарасаң, Астана сейсмозона емес, бірақ сол оңтүстіктегі болған жер сілкінісінің магнитудасы 6-7 болғандықтан бізге ол сезілді, салдарларға алып келді, иә. Сол кезде біз байқағанымыз, мысалы Астанада отырып, мен досым шет жақта, мысалы үйі, ол бірінші сезді. Сосын маған қоңырау шалып звондап жатыр. Мен түнгі 1-2 ма сондай, мен ұйықтап жатырмын. Бізде жер сілкінісі жаңағы толчок болып жатыр, тұр, ұйқыңнан шық далаға деп. Мысалы бізде қақаған аяз, ол кезде далаға шықсаң үсіп өлесің, кәдімгідей түнгі уақытта, мысалы 28 градусқа дейін барады. Сол кезде ойлайсың, мен не істеу керекпін, мысалы 9-шы этаждасың, сен түсесің ба, мінесің ба, далаға шығасың ба, дайын болған негізі дұрыс осындай нәрселерге.
жер сілкінісі мысалы өткенде айтып кеттім ғой, су тасқыны мысалы судың келуі ол болжанатын, кішкене болса да бақылауға қадағалауға алынатын төтенше жағдайлардың бірі. Мысалы судың қай жақтан шығатыны енді айдан анық нәрсе. Енді жер сілкінісі бұл жағынан кішкене қиындау, қорқынышты болғанмен, масштабы бөлек болғанмен, бұны алдын ала болжау өте қиын. Сондықтан мысалы төтенше жағдай министрлігі немесе басқа әкімшіліктерді бұл жерде кінәлай алмаймыз. Өйткені жаңағы географияны білетін болсаңыздар, мысалы жер шары дөңгелек, иә, соның ортасы ядросы бар. Мынау ядродан жоғарғы қабатқа дейінге келетін қаншама шақырым бар, иә, мыңдаған. Сол шақырым әртүрлі жаңа жердің қалыптасу тарихына байланысты бор дәуірі, қола дәуірі деген сияқты сол плиталар бар, иә. Сол плиталарды жылжуының арқасында бір энергия пайда болады. Сол энергияның шығатын өзіне орын іздеп кетеді. Сол кезде ол жоғарыға қарай ытқыған кезде ол алты көтеріледі. Оны ешбір адамның өркениеттің қанша дамыған технологиясы, техникасы, құрал жабдығы болғанымен 600 километрге дейін оны есептей алмайды. Мысалы теңізді айтады, иә, мұхитты. Мұхит тек қана 5%-ға ғана зерттелген дейді. Зерттелгенде оның мына көлденеңінен зерттелген емес, оның тереңдігін айтып тұр. Өйткені біздің әліге дейінгі техника, адамның жаңағы дайверлердің төменге түсетін жалпы адам денесінің қысымы, ол төменге қатты тереңге кетуге ол бейімделмеген. Мысалы бұрынғы атам заманнан дүниенің пайда болуынан келе жатқан судың тереңіндегі жаңа жануарлар ғана жүре алады. Ал оның біз білетін жаңағы үлкен көк кит бар ғой, сол көк киттен төменге қарай біз түсе алмаймыз. Мысалы көк китті білеміз, ойбай осы ең үлкен екен деген сияқты, мамонттардың кезінде айтқан, иә. Оның астында тағы да біреулер бар шығар, бірақ оны біз біле алмаймыз, өйткені оған дейін әлі адамның техникасы, технологиясы төменге қарай түскен жоқ. Дәл солай да жердің қабаты. Жердің қабатында 600 километрге 10 жерде 1040 спутник болса да, оны айта алмайды. Мысалы, осы айда осы жылы жер сілкінісі болады деп, өйткені ол өте терең. Ол үшін біз не істей аламыз енді, осы жер планетасында дүниеге келдік қой, өмір сүріп жатыр, ұрпағымыз бар деген сияқты. Сол үшін біз оған тек қана бейімделе аламыз және өзіміздің өмірімізді неғұрлым қауіпсіз етуге әрекет ете аламыз. Ол әрекетіміз міне бүгінгі біздің жаңағы жексенбі күні, мысалы, былай қарасаңыз, сабақта отырсыз, ол әркімнің қолынан келетін, келе бермейтін нәрсе ғой, иә, өзінің демалыс күнін осындай қосымша нәрселерге арнауға. Бірақ өзіңіздің уақытыңызды бөліп осы жерде отырғаныңыздың өзі сіздің қаншалықты өскелең ұрпаққа, жалпы адамзатқа деген жауапкершілігіңіз, ниетіңіздің болғанын, әрекет етіп отырғаныңыздың негізгі көрінісі. Жер сілкінісін мысалы әртүрлі енді ғылыми түрде айтуға болады. Мысалы, мен айтуға болады, көрнекі қылып айтуға болады, қалай түсіндіруге болады. Мен сізге қазір осы жерде кішкене ерсілеу болса да айтып көрейін. Так, тоқтай тұрыңыз, тағы да интернет неустойчиво дейді. Естіліп жатырмын ба? Иә, естіліп жатырсыз. Бір мысал айтып жіберейін, иә. Мысалы, адамда кейде болады, бір асқазанына тамақ түскен кезде, қорытқан кезде ол бір жаңағы не пайда болады, бір газ сияқты. Ол сенің алдыңнан шығуы мүмкін, артыңнан жел болып шығуы мүмкін. Дәл солай жерде де өзінің бір ішінде қозғалып жатқан газдары, нәрселер болады. Сол жоғарыға қарай шығады деген мысалмен де кейде келтірсеңіздер болады мүмкін, мысалы, кейбір балдарға түсінікті болу үшін. Жаңағы жердің ең алғашқы дүмпуі болады, бүйтіп жоғарыға қарай көтерілген кезде, сосын ол кейін қарай бүйтіп таралған кезде, ана суда болады ғой, бірінші тас түскен кезде сақиналары, дәл солай жердің бетінде де осындай сақиналар болады. Сол сақина, айтып тұрмын ғой, оңтүстікте болған жер сілкінісі солтүстікке дейін жеткен ғой, мысалы 1000 шақырымды. Дәл сондай сақиналар болады. Сол сақиналар кейін қарай авторшок деп аталады. Мысалы, алғашқы дүмпу мен авторшоктың арасында жарты сағат, 1 сағатқа дейін болуы мүмкін. Кейде болмайтын да кездер болады. Енді бұл жерде біз айта алмаймыз, осы авторшок болады немесе болмайды деп, өйткені бұл табиғат болған соң біз олармен жаңағы бір келісімшартқа отыра алмаймыз. Сенде точно бола ма, болмай ма деген сияқты. Енді сол адамның әрекеті, енді бұл жерде, иә, алғашқы дүмпу болған кезде бәрі паникаға түсіп, ойбай салып жан-жаққа жамырай бастайды, не бір түрлі әрекеттер істеп, енді адам кішкене паника болған кезде солай болады ғой. Сол үшін біз оқу жаттығулар, эвакуация
жүргіземіз, осы туралы айтамыз, қайта қайта айта беру керек. Өйткені мектепте сейсмозонада қанша ай сайын ба әлде квартал сайын ба 90 сайын болады эвакуациялау, бірақ ол аз. Өйткені баланың қазіргі заманда адамда қаншама ақпарат миынан бүйтіп өтіп жатыр, оның бірі ілінеді, бірі ілінбейді, келесін ысырып тастайды. Сол үшін ол туралы жан жақты айта беру керек. Тек қана мысалы эвакуацияланбай, ол туралы теориялық түрде, сабақ түрде, ғылым түрінде, бір ойын түрінде деген сияқты адамның жаңағы баланың ойлау қабілетін сол жаққа қарай бұру үшін осындай нәрселерді жасап шығу керек. Мысалы болашақ сіздің оқушыларың арасында осы жер сілкінісінің кезінде оны болжауға, оны әрекет етуге деген сияқты мүмкін бір технологиясы, техникасы шығуы мүмкін. Жалпы осы тақырыпты әртүрлі жан жақты қарастырған кезде пән аралығында оны тіптен жаңағы мақала ретінде, ғылыми жұмыс ретінде де әрмен қаратай өрбітуге болады. Енді жер сілкінісінің кезінде адамдар қандай адамға қандай қауіп төнуі мүмкін, иә? Мысалы бөлмедегі ауыр заттардың құлауы. Мысалы біздің бөлмеде не болады? Жаңағы шкаф болады, әртүрлі стенка, сөрелер болады, мебель болады, техника болады, жаңағы теледидар деген сияқты, люстрасы, жалпы есік деген кейде болады ғой, бір мектепте, соның ішінде үйде де бір кейбір заттарды білесің ғой, бір ауру сынып тұрған, бір өзінің қосып тұрған нәрселерді. Соның барлығын алдын ала қарап шығу керек. Кеше мен сізге бір қырғын материал жібердім ғой, бір ұзыннан ұзақ. Соның ішінде чек-лист дегендер де бар. Жалпы егер әрқайсысын ашып қарасаңыз, ішінде презентация бар және оқу құрал, чек-лист деген барлығы бөлініп жазылған. Сол оқу құралдың ішінде бірінші блогы бұл теорияға арналған, екінші блогы оны алгоритм түрінде көрсетілген, неден кейін не істеу керек, кәдімгідей анық-қанық жазылған. Мен мысалы қазір оны презентацияға қоссам, бүгінгі біз мына жерде 1,5 сағат емес, бір 4-5 сағат анық отырамыз. Және де сіздің оған уақытыңыз да жоқ, соншама уақыт алатын, және де шаршап кетесіз. Сол үшін ол презентацияға мейлінше жаңағы маңызды нүктелері ғана белгіленген, ал оқу құралында ол кеңінен ашылған. Сіз мысалы жер сілкінісін тек қана бір осы презентациямен ғана шектелмей, сіз оны жан жақты айта беріп шығаруға болады. Одан кейін осы презентациялардың өзіне сценарий құрылған, бір таблица түрінде қарауыңызға болады. Әрбір презентацияға сценарий жазылған. Мысалы осы слайдты, мысалы номерленіп тұрады, мысалы 5-ші слайдты мен не туралы айтамын деген сияқты кәдімгі дайын бүйтіп жазбалары бар. Одан кейін соны енді мектеп өміріне, мысалы теорияны білеміз, алгоритмді білеміз, оны енді мектеп өміріне қалай енгіземіз, соның ішіне кірістіреміз деген сияқты. Соған байланысты мектептің қауіпсіздік жоспары деген, ол негізгі ғана мектепте қауіпсіздік жоспары мысалы ол қауіпсіздік жоспарымыз, бірақ заман өзгеріп әрқашан оны толықтырып отыру керек. Мысалы мектеп өзгеруі мүмкін, бала саны өзгеруі мүмкін деген сияқты. Сол үшін бізде қалай көбінесе қайда, не деген сұрақтарға жауап ізденеді, бірақ оның қалай деген жоқ, иә. Сол біздің беріп тұрған қауіпсіздік жоспарын қалай толықтыруға болады, оның ішіне не жазуға болады деген сияқты кәдімгі ап-анық жазылғанды негізі оқып шықсаңыз жақсы пайдалануға болады. Егер де қажет болып жатса, қазақ, орыс, мен сізге қазақ тілінде жібердім ғой, егер біреуге орысша керек болатын болса, маған жекеге жазыңыз, осы материалдың маған орысша нұсқасын жіберіңізші деп. Мысалы сізде аралас мектеп болуы мүмкін ғой. Сол үшін мен сізге орыс тілінде де солының дәл түрін, дубликатын жібере аламын. Енді сол мектепті, бөлмені, үйіңізді, жан-жағыңызды қарап алатын, мысалы бөлмедегі ауыр заттар, бізде көбінесе мысалы кухнядағы нәрсе болсын, жалпы бөлмедегі, оқу залындағы болсын, барлығы бізде орнынан қозғалатын, көтеріп ауыстыра алатын күш болған шығар мәдениетінен. Бірақ қазіргі мысалға сейсмозонада тұратын болса, онда ол нәрселердің бәрін қатайтып бекіту керек. Мысалы жаңағы сөрелер болсын, стол болсын, оның қаншалықты тұрақты екенін байқау керек. Өйткені жер сілкінісінің кезінде оның барлығы, жер шайқалған кезде оның бәрі шайқалып құлайды. Мысалы сен үйіңде тыныш отыру керексің, бірақ ана қолдан қозғалып жатқан нәрсе сен үстіңе құлап жарақат алуы мүмкін, сынуы мүмкін, басына ауру, қанап қалуы мүмкін деген сияқты. Сосын әйнектердің құлауы, мысалы мектепте болады ондай,
стеклянный витриналар, полкалар болады, суреттер, грамоталар салып қояды. Мысалы, шкафтардың бетіндегі әдемі әйнегі бар емес пе, сол болады. Мына кәдімгі терезелердің өзі. Өйткені жер қабаты қозғалды деген сөз, жердің бетінде не тұр, соның барлығы я бүйтіп қысылады, я тартылады, созылады, кеңейеді деген сөз. Сол енді біздің стеклопакет әйнектеріміз, оның барлығы соған шыдай алмай, төзбей, ол шытынап сына бастайды. Сол үшін адам тіптен содан да жарақат алуы мүмкін. Сосын ғимараттардың бір жеке бөліктері болады. Мысалы, кейде болады, үй салынады, мысалы мектеп салынады, бірақ оған қосымша құрылыс жұмыстары жүргізіп қосылады, немесе керісінше жаңа есік салуы мүмкін, немесе терезе салуы мүмкін деген сияқты. Кейде болады, ауру шаңдап тұратын бір болады ғой, кез келген жердің бір өзінің ауруы бар. Сол жерлер, мысалы, жер сілкінісінің кезінде бірінші болып құлауы мүмкін, соны біле жүру керек. Мысалы, сарай қораларда болады ғой, ортасына бүйтіп үлкен ағаштың діңгегін салып қояды ғой балкаларды. Сол сияқты, егер мысалы сол кезде сен үйің аулаңда, сарайыңда жүрсең, жер сілкінісінің кезінде ол балка шыдамайды, құлайды да үстіңе бәрі төпе түсіп, мысалы, шөптің үстінде қалып қоюы мүмкін, адам тұншығып. Одан кейін электр сымдарының несі тартылып үзілуі. Мысалы, ана киім болады, адам қатты киімін тоғысқан кезде немесе тартқан кезде ана сөгіледі ғой, несі тігісі. Дәл солай адам жер бетіндегі кабельдердің барлығы сол жерде тартылып, жаңа жер бүйтіп ашылып жатқандықтан оның огородта шлангке су бересің, ана басын біреу ұстап тұрмаса, анау бүйтіп не істеп жатады ғой, құтырып жатады ғой. Сымдарда дәл солай, сол кезде ол тіптен адамға тиіп кетуі мүмкін. Сен көліктің ішінде келе жатсаң да көлігіңе тиіп, ол темір тоқ өткізеді. Сол кезде сен есігін ұстап болған кезде адам тоққа түсіп бірден жаңа өліп қалады. Ал мысалы, ойлаңыз, трубалар жарылып жатады, сымдар үзіліп жатады, сол кезде тоқ суға тиеді, судың қасына адам өтіп бара жатады, сол кезде ол жер сілкінісінен емес, тоққа түсіп өледі, мысалы. Сосын жаңағы өрттердің, өйткені газ трубалары жарылып жатады, машиналар соғысып жатады деген сияқты. Сол кезде енді өрт болады. Бұл енді жаңа орман өрттері сияқты үлкен кең алқапта болмайды, бірақ айналада кіші, бірақ көп өрттің болуы. Одан кейін адамдардың жаңа паникаға түскен кезде әртүрлі қисынсыз әрекеттері, мысалы, білмейсің ол не істейтін. Даже үйдің ішінде болады ғой, мысалы, саған менің бір таныс нем бар, құрбым бар. Сол ауылда жүрген кезде әкесі өмір бақи жаңағы өгіздерді ауыстырады ғой, сиырлардан бөлек жаңа жайлауға шығарған кезде, соны әкесі айналысатын болған ғой. Әкесі инсульт алып қалады. Содан ағайын жаңа ұлдар қорқады екен жаңағы өгізден. Содан анау шығарады енді бәрі, одан жапа-тармағай болып ана өгіз қашады. Сол кезде айтады жаңағы қыз, мен тұрып қалдым, ана өгіз маған қарата жүгіріп келе, мен не істерімді білмедім, бәрі айқайлап жатыр дейді. Жаңа бір бағана бір бәленің үстіне мініп ал деп, енді мен тұрмын дейді да, өгіз келе жатқан кезде өгіздің мүйізінен ұстап алған ғой дейді. Сол кезде өзімнің сөйтіп істейтінімді білген де жоқпын. Сөйтіп енді ананы жіберсе, анау өзіне қарай кенеп тұр, сөйтіп артпен жүріп қораға кіргізіпті. Сондай мысалы адамның әртүрлі әрекеті болады. Ал жаңағы соны ауыстырамын, басқа қораға шығарамын деп тұрған жаңа ағайындары керісінше жаңа қашып, айқайлап, андай паника қылып, ана өгізді одан сайын қоздырып жіберген ғой. Негізі жануарлар бір адамға үйреніп қалады ғой. Сол үшін олар басқа адамды уже жатырқап қалады. Мысалы, бір-екі адам болып барған дұрыс шығар деген сияқты, олар толпа болып барған ғой. Сөйтіп әркім әртүрлі кезде реакция береді. Балдар да дәл солай. Сіз тұйық деп жүрген бала, ол керісінше жаңа сиренаның даусынан, жалпы осындай кризис кезінде андай не болып кетуі мүмкін, мазасыз болып кетуі мүмкін. Керісінше тентек бала ана жерде бүйтіп сразу лидер болып бір жинақлануы мүмкін. Әркім әртүрлі болады. Сол үшін эвакуацияның бір жақсы жері кімнің қандай екен, қалай өзгеретінін білесіз. Адам бір жақты болмайды ғой. Адам жан жақты, әртүрлі жағдайда әртүрлі өзінің мінез құлқын көрсетеді.
Енді бөлмеде қандай нәрселер бізге қауіпті болуы мүмкін, иә, мысалы техника болуы мүмкін, жиһаз болуы мүмкін, әртүрлі жаңағы айна, сурет болуы мүмкін, жаңағы әйнектелген сурет, иә. Одан кейін біздің жаңағы шамдар, әртүрлі жаңағы светильник, қыртым шытымдар адамға жаңағы зиян келтіруі мүмкін. Және құбырлар, жаңағы газ, су деген сияқты. Тіптен ыстық судың өзі, пардың өзі адамға сол жерде жаңағы күйік шалуы мүмкін. Ә, Сосын жаңағы мектепте колонналар болады ғой, көбінесе бірінші қабатта. Соларда енді жағдай қалай, соған байланысты ол да қауіпті болуы мүмкін. Өйткені жер қозғалған кезде олар шыдамай кетуі мүмкін. Әдемілік кетуі мүмкін да, бірақ негізі мына жарды болады ғой, бүйтіп түртіп қараған кезде сезуге, білуге болады да. Сол үшін сіз оқушыларыңызбен бірге әрбір мысалы кабинетті, үйдің ішін қарап шығуға болады. Мысалы қай жер бетон, яғни сол берік деген сөз. Ал гипсокартон, ана ағаштан, мысалы су басқан кезде немесе өрт болған кезде эвакуациялау үшін біз терезеге қаратай жақындаймыз, өйткені бізді сол жерден алып шығу ыңғайлырақ. Ал өрттің кезінде біз бөлменің ғимараттың ішіне қаратай кірмейміз, өйткені ол жақтан тұншығып шығу қиындап кетеді. Ал жер сілкінісінің кезінде керісінше мына жұмсақ, енді жұмсақ деп айтайын, иә, жұмсақ жардан, мындай терезеден алшақ кетуіміз керек. Ана іргетасы қаланған нелер болады ғой, жарлар болады ғой, әсіресе мына шығу кіру есіктері бар, соған қаратай жақын болу керек. Сосын мына есікті ашып қойып біріншіден тіреп қою керек, өйткені бәрі құлап жатқан кезде есік жабылып қалып адам шыға алмай қалуы мүмкін да, жолына не істеп алдында бір нәрсе тұрып. Сол үшін жер сілкінісі басталған кезде, бірінші дүмпу болған кезде жапа тармағай далаға қашпай, өйткені жер сілкінісінің кезінде 1-2 минуттың ғана ішінде далаға шығып үлгеретін болсаң шығу керек. Егер үлгермейтін болсаң іште қалу керек. Іште қалған кезде осы жаңағы іргетасы бар есіктердің, жардың айналасында болу керек. Мына нені суретті пайдалансаңыз болады. Бұл жерде сұрақ қоюыңызға болады. Осы жерде қайсысы бізге қауіпті, қайсысы қауіпті емес, қалай дұрыс болу керек деп. Енді бұл сурет енді әдемілеп көрсетілген ғой, енді бір кинодағыдай қылып. Балдардың енді әртүрлі әлеуметтік, қаржылық жағдайы бар. Сол үшін сенің бөлмең осындай деп мен пайдаланбаймын осы сөз тіркесін. Негізі осы суретте деп айтамын да, өйткені жаңағы бір кино, мультик сияқты қарайды да, соны біз жаңағы настольный ойын құсап айтып кетеміз. Сосын барып сұрауыңа болады. Ал сіздің бүйтіп төсек салып жатуы мүмкін жерге деген сияқты әртүрлі болады жағдайлар. Сол үшін сұрауыңызға болады, сіздің үйде қандай нәрселер бар, жаңғырынан қозғалып өйстіп адамға кесір тиіп кетуі мүмкін деп мына тізім бойынша сұрап шығуыңызға болады. Енді интерактив ретінде ғой айтып тұрған. Одан кейін кабинетті тоже қарап шығуыңызға болады. Мен жаңағы чек-лист деген нәрсе бар, соның ішінде сұрақтар бар. Жаңағы сабақ өту кабинетінде қандай нәрселер жер сілкінісінің кезінде зиян болып құлауы мүмкін деген сияқты. Егер де сейсмикалық аймақта тұратын болса, онда ең бірінші жаңағы мектептің айналасында, үйдің айналасында жүрген кезде қай жер қауіпсіз екенін білу керек. Мысалы, су тасқынының кезінде біз биік жерге көтерілетін болсақ, жер сілкінісінің кезінде ашық алаңға барамыз, яғни ол жерде сым, ағаш, үй жоқ жерлерге, жер жыртылып ашылып опырылып жерге бару керек. Ол енді жер бетіндегі ашық жер, егер ашық жер болмауы мүмкін. Қазір бізде қай жерге қарасаң да құрылыс, мысалы ашық жер немесе қатты далалық алшақ жерде болуы мүмкін. Сол үшін жаңағы катакомба дейді, подвал дейді, мысалы, сондай жерлерге жаңа қауіпсіз жерлерге түседі. Соны білу керек. Мысалы, сіз сейсмозона болатын болсаңыз, сіздің жеріңізде, тұрған тұрғылықты жеріңізде қай жер қауіпсіз болып есептеледі. Соның мекен-жайын және жету жолын, мысалы, мектепте болса, қалада мысалы біреу, екеу болуы мүмкін. Егер біреу болса, мектептен қалай жетем, үйден қалай жетем. Мысалы, бала мысалы мектепке бара жатқан кезде немесе қайтып келе жатқан кезде, сол кезде ол білу керек, мен қай жерге барып тығыламын деген сияқты. Өйткені мысалы ата-анасы жұмыста болуы мүмкін, ойлайды, бала мектепте дейді. Содан ол баласының қайда жүргенін білмейді, кейін іздеген кезде таппай қалуы мүмкін. Сол үшін бала білу керек, жер сілкінісі болған кезде мен қай жерге барып тығыламын, ата-анам мектепті қайдан таба аламын, мені қайдан таба алады деген. Сол жерге
сіздің өзіңіздің тұрғылықты жеріңіздің жаңағы төтенше жағдай департаментінен біліп алуыңызға болады, кәдімгідей звондап бізде жер сілкінісінің кезінде қай жерде точка сбора дейді ғой, сол қай жерде деп. Сосын жаңағы сабақтан тыс уақытта балдармен сол жерге қаратай баруыңызға болады, көруіңізге болады, міне осы жерде деп. Балдар тек қана жаңағы теориялық әңгіме түрінде ғана білмей, көзбен өздері көру үшін. Одан кейін мектептің айналасында мысалы сізде жаңағы спорт алаңы болады ғой, дене дене егер жаңағы қауіпсіз болып кабинетте 20 бала отыр, бірақ соның екеуі дәретханаға кетіп қалуы мүмкін. Сол кезде жер сілкінісінің кезінде сіз мысалы кабинеттегі балдармен шығып жатқан кезде жаңағы бала спорт алаңына қаратай өзі жылжуы керек та. Соны кәдімгідей бүйтіп ашып айту керек. Одан кейін дабыл чемодан деген болады, ол үйдің ішінде және мектепте болғаны дұрыс. Енді мен идеалды түрде айтамын ғой, енді болу керек деп не алып келіп, сол қазір төменгі слайдтарда көрсетемін ішінде не тұру керек екен. Немесе оны жаңағы көрнекілік ретінде жаңағы суретін сызып істеуге болады, хотя балалардың миында ассоциация болу керек деген сияқты. Мысалы мектепте эвакуация жоспары, мысалы сейсмозона болатын болса, міндетті түрде эвакуациялау жоспары болу керек. Әр жерде. Мен мысалы қазір Стамбулдамын. Стамбул Турция жалпы сейсмозона болып есептеледі. Мына эвакуациялау жоспары кәдімгі көзіңді қай жаққа бұрсаң сол жерде тұра береді. Кәдімгі 1 метр сайын мынаның ішіндегінің барлығы орнынан қозғалуға келмейді. Мен кеше соны тест жасап бәрін жылжытып көрдім. Тіпті мына ванна бөлмесіндегі полкілердің өзі орнынан қозғалмайды. Сосын мына столдың қалыңдығы мынадай, яғни жай фанера емес, мұндай қалыңдықта, өйткені үстіне құлаған кезде сен адамның денесі бүйтіп жинақталатындай орын бар, сен сол жерде отырып жинақталып жер сілкінісінен қорғана аласың. Ваннада дәл солай істелінген, тіптен жаңағы душевой кабинасының өзі бекітілген, сосын силиконмен кәдімгі тастай қылып істеп тастаған ғой. Мен соны кеше даже тіптен феннің тоқтарының бәрін қозғап қарағам. Есікте тұр бізде әрбір жарда эвакуациялау жоспары бар. Әрбір жарында бөлінеді блоктарға. Әр жерде көрсетілген, сен осы нүктеде тұрсың, сен қалай шыға аласың, қай жақынырақ деген белгілер, тіл мамандықтар болса пәніне беретін. Сіз сол эвакуациялау жоспарын басқа тілдерге аударып, мысалы ағылшын тіліне аударып көрсетуіңізге болады балаларға. Мысалы ол қалай естіледі, мысалы жаңағы внимание, у нас землетрясение, мысалы назар аударыңыз, бізде жер сілкінісі деген жаңағы сирена сөздің өзі қалай естілетінін балалар білген. Сол кезде сіз өзіңіздің жаңағы пәніңізді тақырыпқа таңдап жүрсіз, мысалы өмірге қажетті тақырыптар арқылы да ашуға болады, негізі кез келген пән арқылы. Осы жерде енді біз дала ситуацияларға енді кәдімгі толығырақ болған кезде біз өткенде есіңізде ме, бірінші сабақтарда ғана айтып кеткем, ең біріншісі бұл сабырға келу және мұғалімнің айтқанын тыңдау. Біз бұны әрбір оқушыға түсіндіріп айтамыз, өйткені мұғалім ересек адам, ол жаңағы сізден біледі, үйренеді көбірек сізге қарағанда, оқушыға қарағанда. Сол үшін мұғалімнің айтқанын тыңдау керек деп кәдімгі нұқып айтамыз әрбір оқушыға, біз жаңағы өзіміздің сақ жобасының кезінде. Сондықтан әрбір алгоритмге біз
болып осыны эвакуациялауға топтасың, сол топпен бірге шығу керек. Өйткені егер әркім отырған жерден шығамын деп шығатын болса, онда ажиотаж болмайды. бір шауып інісі бір-бірімен мысалы жаңа айттым, эвакуацияның кезінде әркім әртүрлі мінез құлық көрсетеді. Соны сіз оқу жаттығу кезінде біліп аласыз да. Мысалы кейбір балдар болады, сабақта тұйық болып жүргенмен кейін олар қатты мазасыз болуы мүмкін. Біреу жаңағы адамда әртүрлі реакция болады, иә. Кез келген нәрсе, ол жалпы экономика болсын, адамның табиғаты болсын, жаңағы плюс минус нөлдік нәтиже дейді, иә. Жаңағы қатып қалу, жүгіру немесе жаңағы қашу деген сияқты сол жерде. Сол кезде сіз білесіз, қай бала қатып қалып жаңағы қозғалмай қалады, орнынан сіліп қалады ғой. Ал кейбір балдар керісінше жаңағы ытқып тұрады, бала қашқысы келіп, бір нәрсе істегісі келіп, біреу жаңағы бір-бірін мазақтауы мүмкін, жаңағы ұрсуы мүмкін, жоқ шықпаймын, жаңағы кәдімгідей отрицание болып қалуы мүмкін да. Сол кезде сіз білесіз. Ал соның ішінде мысалы кейбір балдар болуы мүмкін, түсіністікпен қарап сізге қолғанат болатындай, солардың қасына айтуыңызға болады, сен келесіде ананың қасында қарайсың, эвакуацияның кезінде екеуің бірге шығасыңдар деп, сөйтіп бүйтіп жұп қылып бір-біріне біріктіріп қоюға болады. Ал егер де бірінші қабат болса, онда сіз мысалы тез шығып кетуге 1-2 минутта уақыт мүмкіндік болады, иә. Егер оған да мүмкіндік болмаса, яғни мектептің ішінде қалу керек деген сөз. Сол кезде мектептің ішінде енді біз эвакуация жоспары деген кезде ол сыртқа шығу деген мағына ғой. Ал эвакуация мүмкін болмаған кезде онда мектептің ішінде қаласыз. Ал мектептің ішінде қай жер қауіпсіз, соны да анықтап белгілеп қою керек. Мысалы жарға бір нүкте қойғанда сияқты қылып қоюға болады. Одан кейін мысалы мектепте емес, басқа жерде болған кезде не істейміз? Ол жерде енді саған апайың болмайды, мама папаң ағаң болмайды. Сол кезде не істейсің? Мысалы балконда тұрсаң, балконға шықпау, айқайламау, кету сол жерден, терезеден алшақ болу, құлап тұрған, бүйтіп шайқалып тұрған жиһаздардан аулақ болу, әрмен болу. Яғни мына шығу есігінің іргетасының, қабырғаның маңайында болу. Ұрық мына жұлыннан пайда болады ғой, сол үшін бізге бұл бас маңнан кейін жаңағы есікті мүмкіндігінше бір нәрсемен тіреп ашып қою керек. Егер де бірінші, екінші қабат болатын болса, бұл жерде тағы да айта кететін нәрсе, бірінші, екінші қабат деп, мысалы біз мысалы көп қабатты үйді деп те айтуымыз мүмкін да. Ал кейбір ғимараттар болады, бірінші этажы өте биік болуы мүмкін. Есіңізде ма, бір айттым ғой, менде бір оқушы қыз құлағын жауып шықпай қойды деп. Сол кезде сол ғимарат Астанада Назарбаев орталығы болған болатын, қатты биік та, 3 қабатты болғанмен де өте биік, бірінші, екінші этаждары. Сол кезде лестницаның өзі баспалдақ қатты ұзыннан шуақ еще беткен, сосын бір жаңағы баспалдақтары да бір неді, кішкентай, бірақ мындай наклонмен болды. Қиын болды да сол жерде түсу, өйткені жер сілкінісімен кезінде, өрттің кезінде лифттер жасамайды. Мысалы лифт бізде бүкіл жерде енді бар деп айта алмаймын, даже тіптен 5-6 қабаттық нелерде, үйлердің, зданиялардың ішінде де лифт болмауы мүмкін. Сол үшін баспалдақпен түсу керек болады. Егер сіз екінші қабатта бірақ биік ғимаратта болсаңыз, ол 2 минутта түсіп үлгермейсіз. 2 минутта түсу үшін адам ытқып зулап шығу керек, ал ол жолшыбай құлауы мүмкін, басқа адамдарды тиюі мүмкін деген сияқты, бұл шайқалып жатқан нәрсені. Сондықтан тіптен іште қалу ол тиімдірек, қауіпсіз болуы мүмкін. Енді далада болған кезде не істейміз? Көп қабатты үйлерден әрмен болу керек, өйткені үйдің өзі құламағанмен үйдің әйнектері, терезелері сынып құлауы мүмкін, балкон, шатыры деген сияқты әртүрлі. Сол жоғарыдан төменге қарай құлаған нәрсе, ол тіптен кішкентай нәрсе болғанның өзінде, әйнек болғанның өзінде адамның қолын кесіп кетуі мүмкін деген сияқты, жарақаттауы мүмкін, сымдардың үзілуі, ағаштардың құлауы. Сондықтан далада болған кезде ашық алаңға немесе адам өзін қорғай алатын жерге тығылып, жаңағы өзіне
көмектесу керек. Егер де бір топ болып далада, мысалы спорт залда далада жүгіріп жүрген болатын болса, бәрі жан жаққа жапа тұрмай жүгірмей, бірге бірігіп бір жерге тығылуға әрекет ету керек. Сосын сиренаның дауысын естуге дайын болу керек. Сиренаның дауысы енді мен ондай қатты не деп адам деп айта алмаймын, енді үркекпін деп, иә. Бірақ сиренаның дауысын мен онша жаратпаймын, өйткені енді солай әсер ететін шығар өзінің сиренаның негізі дауысын кәдімгідей не істемеймін. Жүремін, сөйлеймін, істеймін, бірақ іштей жаратпаймын мысалы сол дауысты. Ал балаларда сол сиренаға кәдімгідей реакция әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы әркімде әртүрлі болады. Мысалы біреу пойыздың дауысын, жүріп бара жатқан рельстің дауысын көтермейді, КамАЗдың дауысын, самолеттің дауысын, машинаның деген сияқты. Біреу сол сиренаға дұрыс жаңағы жаратпай сол жерде қатып қалып, жылап қалып, отырып қалуы мүмкін. Сосын жаңағы қауіпсіз нүктесі бар ғой, соған адресін білу керек, қалай жету керек екенін бір бірін таба алатындай. Мысалы далада жүрген кезде сол жаққа барайық деп біреу болмасын біреу айтып, сол топпен сол жерге бару керек. Сол кезде мектептің қай жерде жиналғанын, ата анасының қай жерде болатынын біле алады. Енді ең кішкене несі мойынды үйіндінің астында қалып қою. Мысалы жаңағы әртүрлі ситуацияларды айтып жатыр қой. Мысалы сен мектептесің, онда жерде мұғалім бар, саған көзқарас болатын, одан кейін үйдің ішінде, далада болуы мүмкін. Енді үйінді, жаңағы үйінді деген сөз әртүрлі қираған кезде соның астында қалып қалу. Енді бұл жерде балдарға бұны айтқан кезде кішкене қорқынышты болуы мүмкін. Сол үшін мен ол кезде айтпаймын, сен үйіндінің астында қалып қалған кезде мен үйіндінің астында деп. Мен андай біреу туралы әңгімелеп отқан құсап айтамын да. Мысалы бір адам үйіндінің астында қалып қояды екен, оған біз не деп айта аламыз? Мысалы психологияда айтады ғой, бір нәрседен сен бүйтіп сыртқа бүйтіп шегініп сырттан қараған кезде сен оған уже ақыл айта аласың деген сияқты. Ал өзіме деген кезде адам не істеп қаласың, тормоз оқып қаласың, ал біреуге ақыл айтқанда күштісің деген сияқты. Осыны пайдалануға болады, психологиялық техниканы. Сол кезде айтамыз, бір адам үйіндінің астында қалып қойыпты, соған қандай біз кеңес бере аламыз, оған не істеуге болады. Жаңағы терең демалып, сабырлы болып, жаңағы бүйтіп ызаланып шығамын деп ытқып өзін жаңағы керісінше денесін жаңағы тырналап жарақаттанғаннан гөрі бүйтіп деп енді не істеймін, жан жағымды қарап ыңғайланып денесін жаңағы ұйып қалмау үшін, талып қалмау үшін, егер басы қолы бір жер қысылып жатса ақырындап шығарып алуға сол жерге қарау керек. Егер қолында мүмкіндік болса, енді біз телефонмен постоянно бірге жүреміз, егер қолында телефон болатын болса 112-ге хабарласуға болады. Есіңізде ме, бізде презентацияның соңында номерлер бар ғой, сол жерде прям күшті қылып жазылған. 112 сим картасыз, баланссыз әртүрлі операторлардан қоңырау шалына береді деп, соны тағы да айта кетуге болады осы жерде. Сол 112-ге хабарласып айтуға болады. Сосын не деп айтады, мысалы бала мысалы жер сілкінісінің болғанын да түсінбей қалуы мүмкін, қирағанды мысалы ол есінен танып шок болып түсінбей қалуы да мүмкін. Сол кезде ол не істейді, мен білмеймін, бір қараңғы жерде жатырмын, айқайлап жылауы мүмкін да. Сол кезде енді сұрақ қояды, сен қайда болдың деп. Сол кезде не дейді адам? Үйде дейді, немесе мен мектепте болдым дейді. Ал мектебі қайда, үйі қайда, оны білмейді мысалы. Сол үшін балдармен осыны ситуациялық бір ойын ретінде телефонмен бүйтіп бір біріне қоңырау шалып үйренуге болады, кәдімгі қалай жауап бересің деп. Егер де мысалы бұл біз кәдімгі ересек балдар туралы айтып тұрмық қой, ал кіші балдар болады мысалы, иә, бастауыш класстың, мысалы орта буынның балдары, олар тіптен көшесін де білмей қалатын жағдайлар болады. Мысалы үйдемін дейді, үйің қайда десе білмеймін, үйдемін деп жылап жатуы мүмкін. Сол кезде хотя бы жаңағы сұрақтар қоюға, балдарға үйретуге болады. Мысалы кіші жастың балдарының өзіне де мысалы біз мына көшедеміз, хотя бы микрорайонын айтып, біздің үйдің жаңағы, мен өзімнің кіші сіңілдеріме бұрында бала кезінде үйрететін, біздің үй көк шатыры, жаңағы шарбақ заборы жасыл түсті деп, мектептің кіретін есігі қоңыр темір есік, қара есік деп сөйтіп түсіндіресің да, кәдімгі соншалықты қарапайым қылып түсіндіруге тырысу керек. Сосын жаңағы қайдасың десең, ата әженің үйін
дейді ата әженің үйі қай жақта екенін білмейді. Көбінесе енді балаларды ата ана мектепке тасып алып келеді, үй құйылып алады, жаңағы портфелімен үйге мектепке әкеліп тастайды, қайтадан баласын алып кетеді. Ол жолшыбай телефон шыққып қайда келе жатқанын да байқамауы мүмкін. Енді бала әртүрлі, мысалы кейбір балалар кәдімгідей соның бәрін біліп отырады, тәп тәштай балалар болады, кейбір балалар кішкене кәдімгі балалығы ұзарып кетіп, қарапайым сұрақтарға да жауап бермеуі мүмкін. Сол үшін осының барлығын кәдімгі жаттығу ретінде жасау керек. Тек қана эвакуациялау емес, кәдімгі тіптен сөйлеу мәдениетін, сұраққа жауап беру, өзінің кім екенін, мысалы баланы кіші кезден руын үйреткен сияқты, қайда тұрасың, қайда оқисың, класс жетекшіңнің аты кім, әке шешеңнің аты жөні кім деген сияқты бәрін үйрету керек. Қазірде тем более балалардың фамилиясы, жаңағы әкесі атасы беріледі де ата анасының фамилиясын да білмеуі мүмкін. Мысалы мамаң кім дейді, мысалы астанада бізде бала көп жоғалып кетеді да, мен өзім бірнеше рет бала тауып алдым даладан. Сонда қайда тұрасың десем, үйде тұрамын дейді. Мамаңның аты кім десең, мама или гулёка сөйтіп айтады. Мысалы әке шешесі бір біріне жан не деп сөйлейтін болса, мамаңның аты кім десе жан дейді, папаңның аты кім десе жан дейді, болды. Мысалы сонымен ғана шектеліп қалады. Сосын жаңағы үлкен әженің үйіне бара жатырмын, бір істе бара жатырмын деп айтады, мысалы кенжелерді біле бермейді. Сосын жаңағы үйіндінің астына қалған кезде міндетті түрде кәдімгідей бүйтіп белгісімен айтылатын нәрсе бұл, жаңағы зажигалканы, шырпыны, сіріңкені қосуға, жағуға болмайды. Өйткені әр жерде мысалы труба, метан жарылуы мүмкін, бензин ағып тұруы мүмкін деген сияқты май. Сол үшін шырпымен бұл жерде пайдалануға болмайды. Енді қараңғы болған кезде адамның бірінші ойы жарық қылдырамын деген. Сол себептен енді шырпы қасында бола ма болмай ма білмеймін, енді зажигалка бола ма болмай ма, енді бұл болып қалған жағдайда қосуға болмайды, жағуға болмайды, соны ескерту керек. Так, біреу жазып жіберіпті. Қатып жатыр. Қашан айттыңыз? Естіліп жатыр ма? Иә, естіліп жатыр. Жақсы. Құтқарушылар қалай жұмыс жасайды енді? Бұл жерде кәдімгідей жаңағы сабыр деген не үшін бірінші айтылады, өйткені құтқарушылар келеді, бірақ соны сабырмен күте тұру керек. Тыныштық сақтап, өзінің жағдайын мейлінше жасап, құтқарушылар келеді. Құтқарушылар техниканы да, адамды да және құтқарушы иттермен келеді. Бірақ енді үйіндінің астында қалған адамды алып шығу үшін оның ішіне кішкентай микро қозғалыстар керек. Сол үшін уақыт көбірек кетеді. Сол үшін күту керек, үміт үзбеу керек. Құтқарушылардың тіптен өрт кезінде де, жер сілкінісінің кезінде оларда бір құрал бар, тепловизор деген. Сол мысалы қалың бетонның астында адам жататын болса, сол сыртынан бүйтіп көрсеткен кезде адамның денесі андай қызыл болып көрсетіп тұрады да, денесі мысалы бізде 36 ғой, мысалы сол жылуды көрсетіп тұрады, сол арқылы олар тауып алады. Сосын жануарлар бар, иттер, құтқарушылардың көмекшілері, жаңағы кәдімгі жұмысқа келетін, оларда офицер болып есептеледі. Жаңағы овчаркілер, неміс, бельгийский, лабрадор, ретривер дейтін породалар жақсы жұмысқа кәдімгідей кірістірілген. Олар тез тауып алады, иіспен үйретілген. Бізде Қазақстанда кинологтар өте жақсы жұмыс жасайды. Мен өзім талай солармен жұмыс жасап, хоббиім ретінде солармен айналысам, иттермен, дрессировкамен. Сол кезде кәдімгі иттер ол жақта интеллекті біраз дамыған, атауы ит болғанмен, бірақ кәдімгі жұмысшылар. Және де бұл породаларды таңдау тек жай емес, өйткені неміс овчаркілері, бельгийский овчаркілер, олар интеллекті 8-10 жастағы балдармен тең. Қалған иттер мысалы 2-3 жастағы баламен тең келетін болса интеллекті, ал неміс овчаркілері ол 8-10 жастағы баламен. Олар еще жылдан жылға оқудан өтеді, үйренеді, арнайы жаттығулар жасайды. Олар жылдан жылға сонда несі дами бастайды. Сондықтан бұл жерде тағы да қосымша айта кетейін, өткенде айттым ғой, сіздерге құтқарушыларды шақыра аласыз мектепке деп. Сіз осы кинологтарды да шақыруыңызға болады. Мысалы балалар жақсы көреді ғой сондай нәрселерді. Кинологтар сізді құтқарады, келеді деп, сол жерде итпен алып келген кезде мектепке кәдімгі не ғой, біраз іс-шара болып есептеледі. Осы бізде мамыр ма, май айы, келесі 5-ші айда
Қазақстан бойынша біз төтенше жағдай департаментімен бір науқан өтеді. Әр мектепке төтенше жағдай департаменті осы бір апталығы өтеді да Қазақстан бойынша келіп сізбен эвакуация жасай алады, мастер-класстар жасай алады. Егер мектебіңізге шақыртқыңыз келсе, маған кәдімгі құжат ретінде жазып бересіз. Мысалы, үй тапсырмасы сияқты қарапайым емес, мектептің толық атауы жаңа төбесінде тұрады ғой, бекітілді деген жаңа печати, визасы, сосын қай күнге, қай сағатқа, сосын мектептің мекенжайы, сол жаңағы қағазды дайындаған адам, орындаушы адам, телефон номері, сосын мектеп директорының қолтаңбасы, жаңа визасы қойылған сондай құжат ретінде жіберсеңіздер болады. Біз соны төтенше жағдай департаментімен сізді бүйтіп, сіз өзіңіз хабарласпайсыз, сіз маған бересіз, біз сол жақпен байланыстырып, сіздің мектепке сол күні келеді арнайылап. Сосын құтқарушыларда мындай ереже бар. Бұл әлем бойынша тәжірибе. Кез келген төтенше жағдайдың кезінде болсын, адамдардың жоғалып кетуі кезінде, мысалы, айқайлап шақырып жатады, атын айтады. Сол кезде 1 минутқа тыныштық орнатады. Сол кезде әртүрлі дыбыстарды естиді. Есіңізде ме? Айттым ғой, бір звук шығару керек, ысқыруы мүмкін. Соның барлығын әрбір сыбысты естіп қалу үшін, өйткені оларда қолдарына арнайы құрылғы болады, жануар болады, адамның өзі де барады. Өйткені мені құтқарады екен деп жатып алуға болмайды, адам әрекет ету керек, екі жақты қарым-қатынас. Мысалы, сен оқимын деп тұрған балаға берсең, ол күшті қылып оны шығарып бір нәрсе жақсы шығарады. Оқымаймын деп тұрған баланы сен 10 жерден миына күшті қылып айтып берсең де, ол істемеймін деген зат істелмейді. Мысалы, мен сізге сабақ беріп қосылып жатырмын, бірақ біреу сабаққа қатысып отыруы мүмкін, сұрақ қойып, үй тапсырмасын орындауы мүмкін, біреу и жарар деп жүре беруі мүмкін. Мысалы, ол әркімнің жаңағы өзінің жауапкершілігіне, ниетіне қарай, амалына қарай. Одан кейін есіңізде болса, ең басында айттым ғой, журналдағы ана белгілеу бар ғой, бүгін сабақта болды, болмады деген. Және өзіңнің қайда жүргеніңді, қайда кетіп бара жатқаныңды, кіммен жүргеніңді не үшін айтып жүру керек. Өйткені мысалы, жер сілкінісі болады деке, сен үйден шығып бара жатсың, қайда кетіп бара жатқаныңды айтпайсың. Жер сілкінісі болды, сен қайдан іздеу керек, мысалы, білмейсің. Тағы да мына жерде айта кетейін, бір ерекшелік жағдай бар. Мектепте болсын, әркімнің өзінің отбасында болсын, айналасында болады ғой, бір жасынан ерте есейген, ақылды, саналы балалар болады, оқушылар болады, бір зерек балалар болады ғой. Оларды енді мақтайды, өйткені күшті ғой, енді жауапкершілігі бар, уайымдамайсың, істе деген затты бұйрығыңды істейді, орындайды. Көбінесе енді үйдің үлкені болады, ондай шыны керек айтатыны. Сол кезде не істейді, сол балаға жауапкершілік көбірек артылады, біріншіден. Екіншіден, ол балаға ата-ана болсын, мұғалім болсын, жауапкершілікті төмендетеді, өйткені ол онсыда да жақсы бала ғой, оған уайымдамайсың. Үйде де айтуы мүмкін, ой, мен осы балама уайымдамаймын, өзі күнін көреді дейді. Өйткені ол сабаққа өзі барып келеді, өзі тамағын жылытып жейді, қосымшасына барады, келеді. Сол кезде не істейді, ата-ана ол туралы аз ойланады. Керісінше мұжып жүрген ашуланшақ тентек баласын көбірек біледі. Қайда сабағы қалай, кестесі қалай, қашан шықты, класс жетекшісінің аты кім, бүйтті сөйтті, бәрін біліп отырады. Жауапкершілігі жоғары балаға наоборот ойлайды, нормально өзі барып келеді дейді. Ал жер сілкінісі соған кезде ол бала қайда, білмейді. Ал ондай балалар үйіндінің астында қалған кезде не істейді, білесіздер ме? Ода әдет қалыптасты ғой, ол өзі барып істеген, ол ойламайды, мені біреу құтқарады деген ой келмейді ондай балаларға. Мен сізге қазір кәдімгі не бойынша айтып тұрмын, тәжірибе бойынша. Сол үшін сондай классыңызда, сыныбыңызда балалар болатын болса, соған кәдімгідей қасына келіп айтсаңыз болады. Сенімен осындай жағдай болып қалса, сені құтқарады, сені алып кетеді, сен маңыздысың, сен керексің, сен үшін құтқарушылар да, ит те, бәрі де іздейді сені деп адамға сондай іштей бір жаңағы үміт беру керек. Бұл дабл чемоданы. Дабл чемоданның ішінде мына радио тұр. Өйткені жаңа айттым, сымдар үзілген кезде тоқта болмайды, телекоммуникацияда болмайды. Ал радионың вышкалары кішкене биігірек орналасқандықтан олар аман қалуы мүмкін, және тоққа қосылмағандықтан радиоприемниктер көбінесе төтенше жағдайдың кезінде радио арқылы не болып отырады, ақпарат беріп отырады.
Одан кейін қазіргі заманның балдарына бұны еще тағы да түсіндіру керек шығар, радиомен қалай пайдалану керек екенін. Сосын жаңағы фонарик керек. Фонариктің жаңағы батарейкаларының мерзімі өтіп кеткен жоқ па, ана ішіндегісі болады ғой, ағып кеткен жоқ па, кислотасы, соны да тексеріп отыру керек. Одан кейін жаңағы жинақталатын рюкзагын жеңіл, ауыр, әдемі, кішкентай болмау керек. Ішіне су, жылы киім, мысалы астыға төсегіш немесе бір шкаф, плед болуы мүмкін, дәрі дәрмек, жарақат алған кезде соны перекиспен, хлоргексидин, бинтің, лейкопластырың, құжаттарың көшірмесі, бүлінбейтін тамақтар, мысалы соның ішінде шоколад, батончик деген сияқтыларды. Егер ыдыс салатын болса, бұл жерден мысалы кружка тұрып, бір үйіндегі фарфоровый әйнек кружкасын салуы мүмкін, оған пластик салынады, соны ескерту керек. Және шырпының сыртына мындай жазу жазып қоюға болады да, үйдің астында пайдаланылмайды, тек ашық жерде деп, өйткені жаңағы пайдаланбас үшін. Осындай жеке гигиенаның заттары, жаңағы салфетка, анау мынау деген соң жаңағы ысқырғышты салып қоюға болады. Егер мектептеріңізде жаңағы 3D принтер немесе сондай бір акцияларға қатысып жатсаңыздар, тапсырыс беруге болады. Көп сол 3D принтермен айналысатын оқу орындары тегін таратып жатады. Мысалы, сіздің мектепке презентацияға шақыруыңызға болады, сол 3D мектепке жаңағы осындай ысқырғыш жасатуға болады. Былай магазинде де қымбат емес шығар негізі. Соны жаңағы дабыл чемоданына салып қоюға болады. Осыны сіз мысалы кәдімгі шын нәрсе қылып салуыңызға болады. Бір екі тақауындай болмай жатса, мысалы материалдық жағдай бюджетті кәдімгі көрнекілік болып, ең болмағанда өйстіп көрсетуге болады. Мысалы қағаздар, коробкалардың сыртын деген сияқты. Одан кейін осы номерлерді қайта айта береміз. Біріншіден қай кезде мен түтіннің иісін сезіп тұрмын, біреудің жылаған дауысын естіп тұрмын деген сияқты. Бірақ айту керек, мен толық айта алмай тұрмын, бар жоғында осындай күмәнім бар деген сияқты. Сонда ол ондай диспетчерлармен сөйлескен кезде аудиодан жазбасы бар. Кейін оны тыңдап уже айтып жатыр, бұл жалған емес, бұл айтты ғой, мен күмәнданып тұрмын, білмей тұрмын деген сияқты. Сол бұл тақырып бойынша енді мен сізге қазір өткенде біз не жасадық қой, тапсырма, әр өзінің қатып жатыр. Естіліп жатырмын ба? Қатып жатыр. Или манағынан. Естіліп жатырсыз. Ау? Иә, естіліп жатырсыз. Аха. Өткенде тапсырма болды ғой. Жатып қалмайсыздар ма? Естіледі. Рахмет. Өткенде тапсырма болды ғой, әркім өз пәні арқылы осы төтенше жағдайды қалай ашып айтуға болады, жан-жақты қылып айтуға болады деп, сол бойынша мен сізге өзім нелермен де бөлісіп кетейін. Әркім өзіне бір ойына ой салар, мүмкін пайдаға асып қалар. Егер осы сұрақ бойынша тағы да жеке сөйлескім келеді десеңіз, кейін біз график құрып кездесуімізге болады. Мысалы, сіздің мектепте мектептің жаңағы әлеуметтік желілермен, фейсбукпен, инстаграммен, жалпы сайтымен бір жиналыстарда болатын адам болады ғой, бір сондайға сайланады, немесе өзінің бір жеке ниетімен сондай адамдарға да айтуға болады, мектептің біз қауіпсіздікке мән береміз, қауіпсіздік мәдениетін дамытамыз деген сияқты бір ұранмен де пайдалануға болады. Ол ата-ана үшін де, жалпы облыстың білім басқармасы үшін де сіздің бір үлкен плюсыңыз бола алады. Одан кейін осы жоба қазір сіз мысалы қатысушы болып жатсыз, тыңдаушысыз. Кейін сіз оны қазір 5 мұғалімге 20 балаға оқытасыз, түсіндіресіз. Одан кейін тағы да біз кеңейткіміз келеді, әрмен де жұмыс жасағымыз келеді десеңіз, бізде серіктестік құруға болады. Мысалы, біздің кәдімгі сақ жобасымен білім басқармасы, мектеп және біздің жоба арасында жақты келісім шарттаймыз деген сөз. Әртүрлі қызықты мүмкіндіктер, жақсы мүмкіндіктер оқушыға да, мұғалімге де, жалпы мектептің әкімшілігіне де беріледі деген сөз. Бұны ертең біздің жаңағы серіктестермен
жоба жетекшісі болған кезде олар қазір біреуі Токиода жүр, біреуі Америкада жүр, Біріккен Ұлттар ұйымының жиналысында осы жоба бойынша. Сол себептен олар жаңағы уақыт несі бөлек қой бізде, белдеуі. Сол үшін қосыла алмай жатыр. Бізде күндіз болса, оларда түн ғой. Олардың күндіз олар жаңағы нелерде жүрген соң телефондардың бәрін тастап кетеді. Сол себептен келесі апта деп отқаным сол кезде кездесіп жабылу салтанатында өзіңіздің сұрақтарыңызды, ниеттеріңізді, серіктес болғымыз келеді, бізде осындай идеялар бар деп сол жақта атап шықсаңыздар болады. Одан кейін біз сіздің мектепте волонтерлар жасаған құруға, оқытуға көмектесеміз. Мен олармен кәдімгідей бір апталап сабақ өтемін. Волонтердің кім екенін, мектепте қандай волонтер болуға, осы сақ жобасының аясында қандай волонтер бола алатыныңыз туралы барлығын түсіндіріп айтып беремін. Ойлап қараңыз, сіз осы біздің жобадан оқып шығасыз, бір мектепке 5 адамды сабақ өткізесіз, біз еще қосымша сіздің балдардың ішінен волонтер қылып дайындап береміз. Мысалы 10-15 баланы, олар сіздің қасыңызда кәдімгі көмекшіңіз болады. Жалпы мектепте оларда жаңа бар ғой, парламент деген нәрсесі. Соның ішінде өздеріне кәдімгі бір бөлек структура болады. Бұл балалар үшін қандай плюс? Ата-аналар жиналысында профориентолог болса, солармен ақылдасуыңызға болады. Біз сақ жобасына қатысқан волонтерларға сертификат берілеміз. Ол сертификат жай ғана қағазға 2-3 теңгеге шығарып берген қағаз емес. Оның астында штрих-коды, өзінің цифры бәрі берілген заңды түрде. Оқуға түскен кезде шетелге грант белсенді деген балаларға біз ұсыным хатын береміз. Ол жаңағы оқуға түскен кезде өте пайдалы. Астанада, Алматыда бізде бұл кәдімгідей қатты популярный. Балалар өздері біздің кәдімгі офисқа келіп есік түртіп айтып тұрады: мен қай жерде волонтер боламын, маған осынша сағат волонтер сағаты керек, өйткені мен шетелге оқуға түскім келеді, маған сертификат керек, рекомендательное письмо керек деп өздері келіп тұрады бізде. Ал облыстарда мысалы кейде білмеу мүмкін, сосын ойлайды бізде волонтерлар жоқ, мен қай жақтан білемін, істеймін деп. Ал бізде сақ жобасы онлайн болғандықтан оқыту балдарға осындай жақсы мүмкіндіктер бар. Одан кейін профориентологтарға, егер мына жерде әкімшіліктен біреу отыратын болса, завучтар, орынбасарлар, онда профориентологтармен жұмыс жасап, жаңағы төтенше жағдай департаментінің қызметкерлерін шақыртып, өздерінің мамандығы туралы түсіндіріп беруге болады. Мысалы, оның ішінде диспетчер да бар, медигі да бар, құтқарушысы да бар, психологы да бар деген сияқты. Солармен сіз кәдімгі тек қана мысалы бізде көбінесе қандай мамандықтар, ұстаздық, техника, медицинаға мән беріледі. Мысалы программистерге, ал мысалы төтенше жермен жүреді. Сол үшін сіз профориентологтармен жұмыс жасап шақыртуыңызға болады. Одан кейін егер мектепте жаңа экономика жағынан сөйлескіңіз келетін болса, төтенше жағдайдың салдары қаншалықты шығынға алып келетін бұл жерде айтуға болады. Оның алдын алу тиімдірек, оның салдарын жаңағы не істеп жүргенше, жойып жүргенше. Мысалы үйдегі розетканы жөндеген жақсы, кейін холодильник жанып кеткеннен қарағанда, мысалы розетканың құны мысалы 2-3 мың болса, холодильниктің құны уже 100 мыңнан асып кетеді. Сондай жаңағы мақалаларды да жазуға болады, есеп жүргізуге де болады. Бала әртүрлі болады, ол баланың әрқайсысына қызығушылығы бойынша. Экология, биология, зоология, ботаника бойынша да төтенше жағдайларды түсіндіруге болады. Мысалы экология бойынша судың келуі, өрттің, жер сілкінісінің қаншалықты әсері бар екен жалпы флора мен фаунаға, жаңағы мұздықтардың еруі қалай әсер етіп жатыр, жауын-шашынның әсері, күннің озон қабатының жұқаруы, жытылуы, соның барлығын осы сабақтар аясында төтенше жағдай бойынша ашып айтуға болады. Химия, физика, бұл жерде кәдімгі біраз кең мүмкіндіктер бар, өйткені химиялық жағынан мысалы өрт кезінде ауаға, атмосфераға өтіп жатқан әртүрлі жанудың екінші ретті салдары туралы айтуға болады. Ол химиялық ауаға түскен химиялық нелердің ауаға түскен химиялық элементтердің қаншалықты адам ағзасына, өсімдікке, жануарларға зиян екенін бұл жерде де ашып айтуға болады. Одан кейін математика бойынша оның ішінде алгебрасы бар, статистикасы
бар, геометриясы бар. Бұны мысалы жер сілкінісінің өзін ашып айтуға болады. Магнитуданың қалай есептелінетін. Геометрияда мысалы болашақ архитектор, құрылысшылар болуы мүмкін араларында. Сол кезде түсіндіруге болады. Мысалы кез келген нәрсе енді қорап түрінде салынады, мысалы төртбұрышты, иә. Сол төртбұрышты қатты үстінен пресс болса, жанынан қысылса, ол бүйтіп қисаяды. Сол үшін ортасынан бүйтіп тірейтін үшбұрыш жасалынады. Сонда кез келген құрылыс нәрсе осындай үшбұрышпен құрылады. Егер де мысалы кухнядағы парталарда да соны түсіндіруге болады да. Мысалы парта мысалы қиын емес қой, бүйтіп бірақ ортасында бүйткен тағы да бір несі болады, таяқшасы темірі болады деген сияқты. Соның барлығы мысалы геометрияға былай қараған кезде соны түсіндірсеңіз болады. Болашақта мост салып жатсаңыз осындай геометрияның заңдылығын, физиканың заңдылығын осы жерде ескеріңіз деп. Одан кейін химия бойынша жаңағы коррозия туралы, жаңағы бетондардың шөгуі туралы ашып есеп жүргізуге болады. Географияда география бұл жерде қараңыз, өткенде екінші тапсырмаларыңыз болды ғой, әркімнің өзінің жеріне байланысты қандай ерекшелігі бар деп. Кез келген мысалы глобустың болсын, үлкен әлемді көрсетеді, одан кейін континенттен кейін мемлекет, сосын регион, иә. Дәл солай сіз өзіңізде карта шығарып алуыңызға болады. Мысалы мектеп, нүкте қойып қоясыз, мысалы мектеп осы жерде тұр. Одан кейін жаңағы жергілікті тұрғылықты жер, аудан, қала, мысалы облыс, аймақ, мемлекет қылып, сосын өзіңіздің мысалы аймақты, жан-жағын, көршілес аймақтарыңызды, аудандарды жазып қоюға болады. Мысалы бізде жер сілкінісі мына жерлерде көбірек болуы мүмкін, су тасқыны мындай болуы мүмкін, бізде жазда қысты аптап ыстық болады деген сияқты сондай материалдарды құруға болады. Ол география пәнінің кабинетінде болсын, ол жалпы мектептің бір ортақ залында болсын, жарында, осыны жақсы ашып жазуға болады. Атлас бар ғой, бояйтын, соны да көрсетуге болады. Сосын тарихты, Қазақстан тарихы бойынша, дүниежүзі тарихы бойынша да қандай табиғи катаклизмдер болды, техногендік апаттар болды, соны көрсетуге болады. Мысалы ұшақ, әуе көлік транспорттарының құлауы, судың келуі, жер сілкінісі. Қазақстан бойынша мысалы хронологиямен құруға болады. Класты 2-ге 3-ге бөліп жарыстыруға болады. Сен мысалы табиғи бойынша, сен техногендік бойынша, сен дүниежүзі бойынша, сен мысалы Қазақстан бойынша деп бөлуге болады. Мысалы Қазақстанда оңтүстікте егер осының ішінде мұғалімдер болатын болса, білесіздер, иә, Арыста болды ғой жарылыс, оқ қару жаңағы складының жарылысы. Ол бір рет қана болмай қайталанды, иә. Мысалы сол қалпына келтіру туралы ол да одан кейін алғашқы әскери дайындығының пәні бойынша эвакуация бар. Одан кейін жаңағы чек-лист деген кеше жібердім ғой, 5 түрлі чек-лист бар, сол бойынша да істеуге болады. Тек қана мысалы маршировкамен, эвакуациямен шектелмей, тағы да қосымша бір интерактивтер қосуға болады. Одан кейін қауіпсіздік жоспары. Мысалы мектепте қай жерде қанша қауіпсіздік жоспары бар, қарап шығу керек. Егер де бір жерде жоқ болатын болса, сол жерге жазу керек деген сияқты. Кейде көнеу болып қалуы да мүмкін, кейде тым биік болуы да мүмкін. Ондай да болады енді жағдайлар. Одан кейін кейде жаңағы ламинировать етіп қояды ғой, ол күн шағылысып тұрып, сен адамды көріп тұрған өзінде де сен оны оқи алмауы мүмкін, или тым ұсақ болуы мүмкін. Психологтар, логопедтер, тағы да басқа мамандықтар болып жатса, бұл жерде баланың осы төтенше жағдай кезінде эмоционалдық жағдайы, сөйлеуі, қалай айту керек деген сияқты бір ішкі жаңағы тек қана менталды ғана айналысып қоймай, физикалық және адам психикалық жағынан да қарау керек. Өйткені адам өзінің жаратылысы бойынша күрделі. Біз тек қана денеден құра алмаймыз. Енді сүйек, қанымыз, етіміз бар ғой, бірақ бізде сана бар, бір менталды жүйеміз. Және біздің психикалық жүйеміз бар, бұл жан дүниеміз. Сонда денең эвакуацияға шығып бара жатқанымен сен санаң түсіну керек. Мен бұл біздің санамыз, біліміміз, зейініміз, иә, менталды.
ал адамның жаны бар. Жаңа айтып тұр ғой, менде сиренаға менталым мен физикам жұмыс жасап тұрғанымен қалып қаламын, өзіме өзім андай еңіреп жылап отпаймын, егіліп, бірақ көзімнен жас кетіп жатады. Менің жаңағы психикам сол дауысты көтере алмайды дейді. Мен жалпы келген кезде жалпы сондай реакция беремін негізі өзім. Өйткені өзім де дауыс көтермеймін. Біреу дауыс көтерсе, соны көтере алмай қаламын өзім. Өзіне өзім жас сөйтіп кете береді, кинодан қарап отырсам да. А, бірақ осындай төтенше жағдайлармен айналысамын дейді ма. Одан кейін психологтармен жалпы еще мындай техника бар. Өткенде айттым ғой, квадрат деген төрт мысалы, дем алғанға шейін төртке санайсың, сақтап тұрасың ішіңде 4 секунд, одан кейін жібересің 4 секунд, тағы да дем алып тұрасың. Соны психологтармен кәдімгідей мастер-класс ретінде де класстармен жаңағы топ болып жинап істеуге болады. Сөйлесуге болады осы тақырыпта, тек қана жаңағы буллинг тақырыбын айналдыра бермей, жалпы осы төтенше жағдай арқылы келген кезде негізі көп нәрселер шешіледі. Мен өзім тәжірибемнен айтып отырмын. Сосын еңбек жаңа технология сабағы бар ғой, сол бойынша не жасауға болады. Бөлмелердегі розеткаларды тексеруге болады. Сосын егер ағашпен айналысатын болса, жаңағы дабл чемоданы болды ғой, мана соны бір мектеп бар, ана ағашқа қалай дейтін еді, жандырып кеспі істейді ғой, бір еңбек сабағындағы болған кезде сол дабл чемодандарын, аптечкаларын сол сабақта істейді екен, сосын кабинеттерге береді екен. Сонда сабақты да өтеді, бірақ өмірге қажетті, қолданысқа қажетті нәрселерді жасап шығарады. Дене шынықтыру сабағында мысалы эстафеталар жасауға болады. Мысалы өрт кезінде айттым ғой, кеше бүйтіп аяқты бүйтіп шығады деп, сол бойынша эстафета жасауға болады, чтобы адамның денесі үйренішін, өйткені біз қалыпты жағдайымыз былай ғой, ал бүйтіп жүру кішкене ыңғайсыздау мысалы баланы. Сол үшін сондай эстафеталар жасап, кішкене адамның денесін соған қаратай шынықтыруға болады. Ол жалпы адамның денесіне де пайдалы, қан айналымына, және еті үйренеді да кішкене сондайға. Одан кейін тіл мамандықтары болса, мына жерде жаңағы эвакуациялау жоспарларын, жалпы кез келген тақырыпты қазақ, орыс, ағылшын, мысалы кейде біреулерде француз немесе түрік тілдері болуы мүмкін мектептеріңізде. Соны ашып көрсетуге болады. Мысалы тақырып ретінде де алуға болады. Және де сол материалдарды аударып, мысалы егер сен шетелде болсаң, назар аударыңыз, жер сілкінсе жаңағы төменге қарай түсіңіз деген дауысты ол қай тілде де ести алуы мүмкін. Көбінесе сыртқа шыққан кезде ол ағылшын тілінде айтылады. Сонда қарап шығуға. Бізде бір сондай мұғалім бар. Ол тіптен элективный курс жазған болатын, осы төтенше жағдайды ағылшын тілінен арқылы жазып, 100.000 теңге ұтып алған сол үшін. Және оны мемлекетке тапсырды. Болашақта егер оның курсын басқа мектеп пайдаланатын болса, жаңағы мұғалімнің аты аталып, оған портфолиоға біраз не болады, көмек болады. Егер де болашақта сосын егер мұғалім ретінде немесе балаларыңызбен ғылыми жұмыс жазғыңыз келсе, мақала жазғыңыз келсе, мен сізге не бере аламын, контактісін. Бұрын мен сондай немен айналысқам, журнал бар ғой, халықаралық журнал бар, сол жаққа мақалаңызды жариялап, сізге кәдімгі анықтама береді, кәдімгі дұрыс дегенім ғой. Солай айналысуыңызға болады, мүмкін біреу жаңағы карьерасын жоспарлап жүрген болса. Одан кейін бастауыш сыныпқа. Біздің жоба негізі 5 пен 11 сынып аралығындағы балаларға арналған, өйткені бастауыш сынып ол кішкене күрделірек, және ол кәдімгі сол жердегі жеке ғана подходпен ғана жасалынады. Өйткені кішкене бойжетіп қалған балалар несі теңеседі ғой, интеллекті, ойлау қабілеті, ал бастауыштың балалары, олар кішкентай, және де олардың қасында жүріп, олармен айналысу керек. Егер бастауыш сынып мұғалімдер болатын болса, сіз осы сақ жобасын сол балаларға өзіңіздің сыныбыңызға бейімдеп жүргізуіңізге болады. Эвакуацияға да шақыруыңызға болады. Және соны кәдімгі мақала ретінде, курс ретінде жазып шықсаңыз да, сізге жақсы нелер бар, мүмкіндіктер бар. Бізде де сондай мұғалім не алған, жеңіп алған конкурстан бір. Ол бастауыш сыныптың мұғалімі болды, одан кейін қазір завучы сол бастауыш
кәдімгі эвакуация жүргізеді. Өздерінің бойлары кішкентай ғой, ана өрт кезінде бүйтіп еңкею керек десең өздері құрт құсап жыбырлап баратады ғой. Кәдімгі оларға спасательдер келіп, құтқарушылар бірге эвакуация жасайды. Өздері кішкентай балапан болса да. Одан кейін информатика, робототехника, жаңағы программирование деген сабақтар болатын болса, бұл жерде де тағы да осы төтенше жағдай туралы айтуға болады. Мысалы, қосымша әртүрлі жаңағы бір технологияны ойластыру мүмкін. Ол жаңағы болжау бойынша, алдын алу бойынша және кейінгі салдарын жою бойынша төтенше жағдайдың. Қазірде мысалы балдардың ойлау қабілеті кішкене кеңірек қой, оның идеяларын жүзеге асыруға осы жерде жақсы. Мүмкін бір адамның идеясынан бір әрекет шығып, кейін мүмкін ол пайдалырақ болып қалуы мүмкін. Және мана тақырып болды ғой, үйіндінің астында деген. Қазір бір қай ел екен, бір елде ұмытып қалдым, сақина бар екен да. Егер де бұрыннан бар негізі денсаулық сақтайтын смарт сағаттар, мысалы давлениең, шекерің көтеріліп бара жатса қарап отыратын, жүректі. Сосын тағы да бір сақина сырға түрінде ма бір ойлап тапқан ана нәрсені, біздің теңгеге аударған енді қымбатқа шығады, 200 мың шамасында ма екен. Оны мысалы әр оқушы ала бермейді. Егер де саған біреу далада әлімжеттік жасап жатса, ананы басып қалған кезде экстренный службаға бірден хабарлама келеді екен да. Сосын анау бақырған дауыс шығарып, басқа адамдардың назарын аудартып құтқаруға мүмкіндік береді. Мысалы балдарға қазір балалардың қауіпсіздігі енді үлкен сұрақ болып жатыр ғой. Қазірде күннен күнге ушығып бара жатқан сұрақтардың бірі. Мүмкін сіздің оқушыларыңыздың арасында біреу болар, мысалы үйіндінің астында қалған кезде сенің қолыңда постоянно мысалы сағатыңа немесе бір браслет сақина болсын, мойын ретінде мүмкін бір сондай ойлап табар. Одан кейін жаңа музыка сабағы бар, мектептерде болатын. Сол музыка бойынша сиренаның дауысын әртүрлі нотаға салып, адамға кішкене үйреншікті, қарапайым ретінде соны қорықпайтындай қылдырып тыңдауға болатындай үйренуге болады. Бір жаңағы мүмкін біреу өлең жазар, ақындар болар арасында, өнер адамдар болады, өнерпаз. Одан кейін әртүрлі видеороликтер түсіруге болады. Инстаграмға салсаң, бізді парақшамызды белгілеп кетсеңіз, біз өзімізге репост жасаймыз. Біздің жаңа Шеврон дейтін спонсор компаниямыз бар, сол дарынды балаларға грант беріп отырады, ақшалай. Оқуға емес, енді ақшалай сыйлықтар беріп отырады. Сурет салған адамдарға, комикс жазған, роликтер түсірген, мысалы осы тақырыпты бір плакат қылып жазған адамдар да болады ғой. Мысалы түсінікті, қарапайым, бала бірден қағып алатындай қылып солай да жасауға болады. Сосын қойылым да қоюға болады. Мысалы мектептерде осы тақырыпты түсінікті болу үшін, мысалы тек қана презентация, эвакуация қылдырып қоймай, қойылым, жаңағы спектакль қылып жасап, соны түсіндіруге болады. Және мектепте жаңа сурет салу бар, сосын чертение бар ғой, сызу сабағы. Сол сызуда мысалы бәрі бізде әлімгеше жаңа болтты саламыз, сосын бір адамның мүсіндерін салады. Соның орнына ойлап қараңызшы, егер де мектептің ана эвакуациялау, жалпы мектептің планировкасын салса, қалай ойлап қараңыз, Мысалы бірінші этаж, екінші этаж, үшінші этаж деп соның планировкасын сызса, сонда әрбір миллиметрін бүйтіп егжей-тегжейін сызып отырған бала мектебінің қандай екенін біледі. Ол оның мына жерінде қалып қояды, эвакуацияның кезінде ол бірден біледі қалай шығу керек екенін. Соны енді дене шынықтыруға, спорт залға әртүрлі жаңағы нелер арқылы пайдаланып, спорт залды мектептің бірінші қабатын құсап планировка жасап, мысалы, шағын енді кішірейтіп, сен қалай шығасың деген сияқты эстафета құрастыруға болады. Мысалы НВП-да маршировка бар, физкультурада жаңағы жүгіру, секіру бар ғой, мысалы. Ал егер де эвакуациялану деген жоспар, спартакиада құрастыратын болсаңыз, мысалы, жақсы идея. Одан кейін жаңағы сурет арқылы плакаттар, әртүрлі суреттер салып, бізге де жіберіп отыруға болады. Мүмкін жаңағы айттым, конкурстарда ұтып алуға жақсы мүмкіндік. Мүмкін біреулер стикерлер ойлап табар, біздің брендке, мысалы, бізде сақтың үкі ғой несі, сақ жобасының логотипі.
мысалы сол үкі арқылы мүмкін әрмен қаратай бір бренд сияқты стикерлер ойлап табады ма екен. Мысалы біздің түсі формасы үкінің осылай сақталған, мысалы соны әрмен қаратай жаңағы өрбітуге болады. Мен жалпы осы сұрақтарыңыз бар ма? Әріптестер, кетіп қалған жоқсыздар ма? Естіліп тұр ма? Саламатсыз ба? Саламатсыз. Аха, маған жаңағы мақалалар бойынша қызықты болды. Сізден сосын шығып нені алсам деп ойладым да. Данные. Потом жаңағы идея келді, осы сіз айтқан кезде мынандай жаңағы карточкалар бар ғой. Игра сияқты, осы төтенше жағдайларға Иә. байланысты. Можно придумать, прям артында жаңағы сіздердің логотиптарыңызды. Ну, просто в стадии, размышления ғой, идея ретінде туды да маған осы сабақ қызықты болды. Сосын сіздің жаңағы Алыншы бірден. ау? Есіміңіз кім? Сізде пользователь Zoom деп тұр да, есіміңіз жазылмаған. Менде Абдулмақсұтқызы Айнұр, мен Бетқайнар колледжі Айнұр, аха. методист және немін ағылшын тіл пәнінен мұғаліммін. Сіз бірінші күннен жаңағы жібергеннен менде осы идея туды да. Шынымен де бізде андай эвакуация кезінде андай автоматтандырылған түрде и бала да жаңағы нені сезінбейді. Қауіп қатердің нақты жаңағы несінші күйін күліп жаңағы түсінбеуі мүмкін. Аха, күліп шығады. Күліп шығады бізде. Жаңа сіз айттыңыз ғой, 5 майда жаңағы 5 мамырда бүткіл не бойынша болады деп. Сол атмосфераға бірінші баланы енгізу керек сияқты да, шынымен де ол. Мысалы, басқа жақтарда болып жатуы мүмкін, ол бала бізде болмай қалуы мүмкін деген сияқты оймен жүруі мүмкін. Сол нәрсені жаңағы идея сол болды. Сосын екінші сіздің жаңағы элективті пәндер бойынша жаңағы ағылшынмен байланыстыру, ол да күшті идея болды негізі. Сосын жаңағы осылардың мақаланы жарияласақ деп ойлап жатырмын да. Менде енді 9 бен 10-шы сыныптар ғой, 10-шы сынып бізде. Соларға арнап. Сіз соның бәрін өзіңіз жазып алыңыз қазір, иә, өйткені адамның ойы деген нақты сақтаған Аха. сол жаңағы не ол кетіп қалады кейде бір жер қарақаттай. Қағазға жазып алыңыз да, сосын келесі аптада басқа күндері тағы да ойыңызды желтілгеннен кейін тағы да ақылдасуға болады жан-жақты. Жақсы. Бізде жаңа келесі аптада ғана болады тестілеу, жинақталады. Біздің серіктестеріміз, жетекшіміз сол кезде осыны тағы да айта шықсаңыздар болады. Сол кезде олар да естіп қалсын. Мүмкіндік болып жатса, сосын өздеріңіздің жеке немесе мектептің әлеуметтік желілеріне бізді белгілеп кетсеңіздер болады. Мені, біздің жаңағы сақ ұрпақты чатқа жіберілді ғой, Анель менеджеріміздің жіберген нелерін, соны пайдалансаңыздар болады. Өйткені біздің серіктестер болсын, министрліктің өкілдері осы біздің сақ жобасында жүрген, олар мысалы қазір сабаққа қосылуға мүмкіндіктері жоқ қой. Бірақ олар мысалы үйінде ұйықтар алдында жұмысқа баратқан кезде Инстаграмға кіріп қарап отырады, қай мектеп, қай облыс белсенді қатысып жүр. Олар уже өздерінің ойларына түртіп алады. Өйткені бізде бір мұғалімдер бар, осы сақ жобасында постоянно белгілеп өздерін күнбе-күн сабақта не істеді соның бәрін көрсетіп жүрді Инстаграм арқылы. Ол күшті бір керім ролик деп айтпаймын, даже просто отметка жасап жүрді постоянно мектептерінде. Одан кейін оларды сол облыстар бойынша төтенше жағдай жаңағы команда құрады ғой, рабочий группа, соған шақырды. Мысалы тек қана мектептің айлығымен ғана шектелмейді, енді былай қарағанда тағы да өздеріне қосымша табыс табуға мүмкіндіктері бар. Сосын енді шетелге бізге шығуға тағы да жақсы нелер бар. Қазір мысалы Токиода өздеріңіз сияқты кезінде сабақ оқыған мұғалімдер қазір Токиода жүр, осы сақ жобасы бойынша. Оның барлығы төленеді, яғни сіз ешқандай не жоқ оған. Тағы да қосымша бізде курстарға шақырады, кәдімгі күшті отельдерге жатады, Астанада оқиды, сертификаттарын алады, оны портфолиоға салады. Негізі мүмкіндік көп, істеймін деген адамға шыны керек. Сосын жаңа айттым ғой, қағаз құрған кезде аты жөндеріңізді жазып жүріңіз деп, өйткені ол қағаз бізде министрлікке дейін жетеді ғой. Сол кезде сіздің фамилияңыз былай ойларында жүреді. Сосын ойбай осы облыста кім бар еді деген кезде сіздің фамилияңыз бірден сол спискке кетеді. Сонда сіз қазір вроде тегін жұмыс жасап жүрген сияқтысыз, иә, ұстаздық жасап, бірақ болашаққа жол салып жатқанның
бастапқы нелері, бастамалары. Кеше материалдар жібердім ғой сізге қазақша, егер орысшасы керек болатын болса да айтып жіберіңіз, орысшасын да жібере аламын. Мектебіңіз аралас болуы мүмкін, мысалы басқа сыныптарға сабақ беруге қажет болып жатса, орысшасын да жібере аламын. Жақсы. Сосын мынандай сұрақ болып тұр да, волонтерская сеть қой бұл, иә? Осы волонтерская сеттің мүшесі болуға нелер, мүмкіншіліктер бар ма? Бар, сол үшін айтып тұрмын ғой, келесі аптада бәрі жиналады, сол кезде сіз осы сұрақтарды қойсаңыз болады. Бізде серіктестік бар, меморандум арқылы ұлттық волонтерлық желімен сіз жаңа серіктес бола аласыз, партнер. Ой, рахмет, үлкен сол сұрақтар. Енді келесі аптаға мен бағанағы идеяларымды не істеп сізден сұрап тұрсам болады ғой, иә? Иә. Сосын жаңағы сұрақтарыңызды да кәдімгідей жазып қойыңыз. Өйткені Жақсы. келіп қалған кезде бір адам кетіп қалады ғой, кейде бір ойынан. Сосын мен кейде бірден жауап бермей қалуым мүмкін, андай звондаватпай ақ қойыңыз, иә. Өйткені мысалы мен сіз сияқты басқа топтармен де зумда отыруым Иә, мүмкін да. Мен түсінемін. телефоным қазір қай жақта екенін да білмеймін да. Кейбір мұғалімдер маған жазған болатын, енді білмеймін қай топтан екенін, қай потоктан екенін жазып жатыр да. Кеше неге маған бірден жауап бермейсіз, хотя бы маған иә деп жауап беріп жазып жіберіңіз. Мен көріп тұрмын, телефон сағатынан келіп тұр ғой. Мен қазір сабақ беріп жатып біреуге тұра тұрың, ана адамға жауап беру керек, кетіп қалмаймын. Мысалы докторға барған кезде де сол адамның бүкіл назарын алуға тырысасыз, сол ол дұрыс емес та, енді этикет бойынша ондайлар жағдайлар болып қалады енді кейде. Әркімнің жаңағы несіне шыдамдылығына байланысты, төзімділігіне. Бірден жауап бермей жатсам тоже не істемеңіз, мынау жауап бермей қойды ғой деп. Мен жауап беремін, просто кім төменге қаратай түсіп, кім бірінші жазды, соған қаратай көтерілемін ғой. Сол. Рахмет сізге. Жақсы, онда Үлкен. неге чатқа жазып жіберсеңіздер де болады. Мүмкін жаңа біздің нелер ұйымдастырушылар көріп, маған да бір жылы сөз жетіп қалып жатыр деген сияқты инстаграмға белгілеп кетсеңіздер болады. Жақсы, онда осы демалыс күні уақытыңызды бөліп тыңдап, осы әрекет етем, ниет етем деп жүргендеріңізге сізге үлкен рахмет. Өйткені бұл адамның іштегі жаңа санасы, ой, маған қатысы жоқ деп кетіп қалмай, ақшасы төленбейді деп кетіп қалмай, мен жаңағы сабағыма қатысты емес деп жатқан адам жоқ. Бәрі кіріп жатыр, сөйлеп жатыр, тапсырманы жіберіп жатыр бәрі. Рахмет сіздерге. Өйткені бұл шынымен де маңызды. Адамның осындай өзінің жаңағы адамгершілігін, жауапкершілігін кәдімгі мен іштей енді бәрінің түрін көрмесем, мен жаңа аналогияда кешкісін екеуміз сөйлескен кезде айтамын, мен кейбір үй тапсырмалары бар, ананы көрген кезде құшақтап алғым келеді деймін ғой, адамдарды кәдімгідей қуанамын деп. Сол уақытында кіріп, еще қашан болады деп іздеп жатсыз, оған да рахмет. Енді кеше қатыса алмай қалдым, өйткені химияға байланысты. Жақсы, тест бұйырса келесі аптаның демалыстарында болады. 25-26 группаға жазамыз ғой, қай күнді белгілейміз, алдын ала ескертіледі. Онда осы тойғандарымызбен онда қоштаспаймыз, чатта бармыз, келесі аптада кездесеміз. Тест оқу құралы арқылы ішіндегі мәліметтер бойынша болады, теориясы бойынша. Теориясын алгоритм бойынша, енді заңды қозғамаймыз, өйткені заң өте көп. Теориясы, сосын қалай әрекет ету керек, жаңа мектептің қауіпсіздік жоспары, сол жақтардан алынады. Тест негізі қиын емес. Бір оқып түсініп алсаңыз болды. Сұрақтар жоқ болса, онда тамамдайық. Анель, мы все. Ол кісі кетіп қалды ау деймін. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.